Жанна клубта жігіттермен көңіл көтеріп жүреді. Седатқа бізбен бірге көңіл көтеруге кел деп сообщение жазып жібереді. Седат телефонын көріп, Кан деген досым көңіл көтеруге шақырып жатыр екен. Налян, сен барасың ба? Одан да екеуміз бірге барайық. Седат, жоқ, мен шуымды жақтырмаймын. Одан да бірге уақыт өткізейік дейді. Рафет, жарайсың балам, ең дұрыс шешім сол. Солай емес пе, Фарида ханым? Фарида, жастар өздері шешеді дейді. Ешкімнің арасына түспеймін дейді. Селин дүнду төртеуі құпия бөлмеде ақшаны қайда қоямыз деп ойланып тұрады. Левент, мүмкін сейфке салармыз. Селин, есің дұрыс па, 450 мыңды қайдан алдың дейді ғой әкем. Бұл төртеуміздің арамызда қалсын. Селин құпия бөлменің сыртында сөйлесіп тұрған кезде әкесі келіп қалады. Мұнда не істеп тұрсыңдар, онда не бар? Дүнду қатты қорқып, екеуі жасырынып қалады. Селин әкесіне, мұнда бір тышқанның дыбысын естігендей болдық, сол үшін келдік деп өтірік айтады. Рафет, кәне ендеше мен де тексеріп көрейін. Жоқ әке, қажет емес, оны өзіміз көзін жоямыз. Сіз бара беріңіз дейді. Рафет кетіп қалады. Налян қатты қалың ой үстінде болады. Билерге бүгін емес, ертең сөйлесеміз деп сообщение жазып жібереді. Налян Седатты құшақтайды. Седат қатты таңғалып қалады. Ол өзінің Хайриді құшақтағаны есіне түсіп, Седатқа ешқандай сезімі болмай тұрады. Іштей Хайриде құшақтағандай сезім болды ма деп тексеріп көреді. Фарида ханым жоспар құра бастайды. Хафешке күрек, су және ұнтақты дайындадың ба? Хафеш, күректі түсіндім, бірақ су мен ұнтақ не үшін қажет? Жаннаны жазалағандай Хайриде де жазалаймын дейді. Музо үйде шай дайындап тұрған кезде Налян артынан келеді. Музо, сен Пера ханымның айтуынша пайдалы шайды дайындап жатырсың ба? Маған шыныңды айтшы, сен Перамен кездесіп жүрсің бе? Мен сенің досыңмын ғой. Музо, жоқ, бізден еш нәрсе шықпайды, біз екі әлемнің адамымыз. Ол сезімдерін, эмоциясын ашық білдіре алады, ал мен ондай емеспін. Налян, өз сезіміңнен қашпа. Мүмкін сені үлкен бақыт сезім күтіп тұрған шығар. Кейін өкініп қалма. Сенде үлкен жүрек бар. Пера ханым соны байқап саған ғашық болған сияқты. Музо, маған осылай жалғыз болған ұнайды. Налян, мүмкін сезімдерің ортақ шығар, әлде де ойланып көр деп кетіп қалады. Селин көңілсіз бөлмесіне келеді. Қымбаттым, саған не болды? Мен қасыңдамын, барлығы артта қалды емес пе? Селин, Музо Перамен кездесіп жүрген сияқты. Бірақ бұрынғы оқиға қайталанып, оның жүрегі жараланып қалама деп қорқамын. Ол басқалар сияқты емес, өзіне қатты қабылдап тұңғиыққа батып кетеді. Сол үшін қорқамын дейді. Налян бөлмесіне келіп, Хайриді ойлап, рахаттанып жатып қалады. Седатқа Жаннадан хат келеді. Ол бір жігіттермен түскен суретін жібереді. Седат Жаннаға бірден хабарласып, сен тез ол жерден қайт. Сен онда әлі не істеп жүрсің? Жанна, жоқ, мен қайтпаймын. Мен ол жерден сен келмейінше қайтпаймын деп тұтқаны қойып қояды. Фарида ханым барлығы жатып қалған кезде Мануэл ағашын алып тастау үшін түнделетіп жасырынып барады. Седат пен Налян екеуі бірге түн өткізеді. Хайри Налянның суретін қарап, оны аңсап, сағынып отырады. Бір кезде Налян ұйқысынан оянып тұрған кезде терезеге қараса, анасының ағашты алып жатқанын көріп, қатты жылап қалады. Налян анасына өте қатты ренжиді. Селин таң атпастан Перамен кездесуге шығады. Левент, қымбаттым, бұл дұрыс деп ойлайсың ба? Біз онымен қалай сөйлесеміз? Селин, мен тек ағамның қамы үшін ғана сөйлесейін деп жатырмын. Алдыңғы аты кім еді өзі? Сол сүйіктісі сияқты оқиға қайталанбасын деймін дейді. Хайри ағаштың жоқтығын көріп бірден терезеге қарайды. Терезеге қараса, Налян терезенің алдында ұйықтамаған күйлі жылағаннан әлсіреп тұрады. Музо Пераға келеді. Екеуміз сөйлесуіміз керек, ішке кірсем бола ма? Сенің айтқан сөздеріңді ойландым. Екеумізге бір мүмкіндік беріп көргім келеді. Пера, сіздің бұндай шешімге келуіңізге түрткі болған кім? Музо, жай солай тұрыс деп ойладым. Ендеше қазір екеуміз бірге таңғы ас ішіп келуге қалай қарайсың? Налян мен Хайри ағаштың жоқтығын көріп мұңайып тұрады. Налян ханым, бір жерге барамыз ба деп екеуі кетіп қалады. Селин Перамен кездесуге келеді. Музо жуыну бөлмесінде болатын, бірақ Селиннің келгенін естиді. Селин, Пера, мен Музо жөнінде сөйлесуге келген едім. Ол бұрын өткен оқиғасында қате шешімдер қабылдаған болатын. Екеуміз сөйлессек қайтеді деп тұрған кезде Музафер Селин деп айқайлайды. Тез мұндан кет деп Селинді қуып жібереді. Налян Хайриге ағашты апам алып тастады. Ол өте батыл, ал бірақ мен ол сияқты батыл емеспін. Тіпті ол сияқты бола алмайтын шығармын. Сізге бір нәрсе көрсеткім келіп тұр деп сөмкесінен суретті алып көрсетеді. Суретті көріп Хайридің аузына құм құйылады. Налян машинадан түсіп кетеді. Налянның артынан Хайри де түсіп, екеуі жағажайда бірге жүреді.
Сол кезде қайдан шыққаны белгісіз журналистер екеуін көріп қойып бірге суретке түсіре бастайды. Сол кезде Налянның басы айналып құлай жаздаған кезде Хайри оның қолынан ұстап тұрғанда журналистер тағы да түсіріп алады. Налян ханым, сізде барлық жақсы ма? Орындыққа отырайық. Хайри енді түсіндіргелі жатқан кезде Налян, бүгін еш нәрсе айтпаңыз. Хайри, жарайды, мен сіз тыңдағыңыз келген уақытта сөйлесеміз дейді. Екеуміздің кездескенімізді ешкімге айтпа, әсіресе апама деп кетіп қалады. Фарида ханымның соткысы өшіп қалып, зарядканы іздейді. Сөйтіп Налянның бөлмесіне кіріп келеді. Налянның жоқтығын көріп, бұл өзі таң азанмен қайда кеткен деп ойланып қалады. Налянның суырмасынан зарядканы алып кетіп қалады. Селин Музаферге, мен артық еш нәрсе жасалғалы жатқан жоқпын. Музо, Селин, үніңді өшір дедім. Кәне бұл жерден кет. Музо Перамен біз сосын кездесеміз деп жынданып кетіп қалады. Фарида ханым телефонын қосып Налянға хабарласады. Бірақ Налян оны өшіріп тастап, Биллюрге хабарласады. Биллюр, біз екеуміз бүгін кездесейік, қолың бос па дейді. Налян орында жоқ, ол таң азанмен қайда кетті екен? Ал ана маубас әлі ұйықтап жатыр. Мен Налянға әлі көрсетемін дейді. Музафер, ол артық еш нәрсе айтып үлгерген жоқ. Сен неге оған қатты ашуланып кеттің? Фарида Седатты оятуға келеді. Оны қанша түртсе де ол оянбайды. Ақыры оны оятып алады. Фарида ханым, не болып қалды? Біз екеуміз сөйлесуіміз керек. Тез жуын да менің кабинетіме кел дейді. Музафер, маған не үшін сонша ашуланды? Мен тек оның қамы үшін ғана уайымдадым. Кеше Налян оның ойын өзгертпегенде еш нәрсе болмас еді. Осының барлығына Налян кінәлі. Первин қызын іздеп келіп, сен бір жаққа барғалы жатырсың ба? Сен былай ерте жұмысқа келмеуші едің ғой. Соңғы кездері менен бір нәрсені жасырып жүрсің. Сөйлескің де келмейді. Біз бұл ойынды екеуміз бастадық. Соны ұмытпа. Сен Музафермен соңғы рет қашан сөйлестің? Пера, біз екеуміз сүйіскен күнінен кейін біз екеуміз сөйлеспедік. Первин, сен маған өтірік айтуды қой. Егер менің жоспарымнан түк шықпаса, онда сенің жоспарыңнан да түк шықпайды. Пера, апа, мен сіз ойлағандай нәрсені істеген жоқпын. Сенсеңіз де сенбесеңіз де сол деп кетіп қалады. Налян, мен Хайриге суретті көрсеттім. Сонда ол не дейді? Ол еш нәрсе айтқан жоқ, себебі мен оған айтуға жол бермедім. Биллюр, сенің есің дұрыс па? Оған бәрін айтқызбадың ба? Налян, сен тек естігің келген сөзді тыңдаудан қорықтың. Сен шындықтан қашып жатырсың. Ол сені өте қатты жақсы көреді. Ол көрініп тұр. Ары қарай Хайри не деді сонда? Әйтеуір оған айқайлаған жоқ шығарсың. Налян, жоқ, мен оған ұрысқан жоқпын. Ол маған сөйлескің келген уақытта сөйлесеміз деді. Биллюр, ай Хайри мырза, мені таңғалдырудан жалықпайды екенсіз деп күледі. Седат Фаридаға, мені не үшін шақырдыңыз? Мен соңғы кездері еш нәрсе білдірген жоқпын, оны анық білемін дейді. Жаннамен кездесіп жүрген жоқпын. Фарида, Жанна енді маған қызық емес, одан да үлкен мәселе бар. Мен сенен жаңа Седат көреуғылыны жасап шығарғым келеді. Сен соған келісесің бе деген кезде Седат қуанып кетіп, әрине келісемін. Жанна асүйде жүрген кезде оған журналист хабарласады. Бірақ оның тұтқасын алғысы келмей өшіріп қояды. Оған аудио хабарлама жібереді. Седаттың отбасы жайлы деген кезде бірден телефонына хабарласады. Журналист Жаннаға, бұл Седат жөнінде емес, Налян туралы дейді. Кәне маған суреттер жіберші деп суреттерді көреді. Охо, Налян жүргізушімен не істеп жүр? Журналистке хабарласып, бұны ешкімге көрсетуші болма. Тек мен айтқан кезде ғана орындайсың дейді. Жанна Фаридаға хабарласады. Седат оны көріп қалып, сізге Жанна хабарласып жатыр, ол не үшін хабарласып жатыр деп қорқып кетеді. Фарида, сен неге Жанна хабарласқанда қорқып кеттің? Әлде сен онымен әлі кездесіп жүрсің бе? Седат, жоға, мен онымен кездесіп жүрген жоқпын, тек маған қызық болды дейді. Биллюр Налянға, Налян, сен менің сұрағыма жауап берген жоқсың. Егер сен тұрмысқа шықпаған кезде Хайри мырзаға не деп жауап берер едің? Налян, осымен әңгімені доғарайық, мен бұл жайлы сөйлескім келмейді деп кетіп қалады.